Сәлем қыздар, бүгін сіздерге ерекше пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 360 грамм ұн қажет болады. Електен өткізіп аламыз да барлығын бір ыдысымызға саламыз. Одан кейін бөлме температурасында немесе холодильникте тұрған сары майымызды алып, осылай пышақтың көмегімен, болмаса үккіштің көмегімен барлық сары майларымызды өткізіп аламыз. Одан кейін кішкене ғана тұз саламыз және бір ас қасық қант салатын боламыз. Барлығын жақсылап майымызды қолымызбен ұнымызға үйкелеп отырып үгітіп аламыз. Барлығын ерітіп аламыз. Одан кейін үстіне су қосатын боламыз. Салқын су қосамыз. Тестамыздың барлығы бастары біріккеннен кейін холодильникке 30-40 минутқа қойып қоямыз. Холодильникке қойған теста өте жұмсақ болады және жайылуға икемді болады. Сол үшін міндетті түрде қамырды тындырып қою үшін холодильникке қойып қойыңыз. Сол холодильникте тұрған кезде біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге піскен, қыздар міндетті түрде піскен тәтті өрік қажет болады. Кез келген начинкада пайдалансаңыздар болады. Өрікпен жасасаңыздар да, шиемен, смородинамен, болмаса алмамен, персикпен, қандай үйде жеміс бар, соның кез келген түрімен қолданып пайдалана берсеңіздер болады. Қамырымызды жайып шығамыз. Қамырымызды жайған кезде ешқандай ұн пайдаланбаймыз. Егер қатты сіздің үстеліңізге жабысып қалып жатса, шым-шым ғана ұн пайдалансаңыздар болады. Негізі ұнсыз-ақ өзі жақсы жайылатын болады. Қыздар, қамырымыздың қалыңдығын орташа етіп жаямыз, яғни қатты жұқада емес, қалында емес, және барлығы бір тегісті етіп болып жайылуы керек жан-жағы да. Үлкен бір формаға келтіреміз. 3 ас қасық жүгері крахмалын қосамыз. Егер де жүгері крахмалы болмаса, картоп крахмалын қолдансаңыздар болады. Одан кейін үстіне 2 ас қасық қант қосып араластырамыз. Осылай араластырып барлығын ортасына ғана жаямыз. Видеода көріп тұрғандай етіп, ортасына ғана жайып шығамыз. Себебі біз қамырларымызды қазір жинайтын боламыз. Сол үшін барлық жеріне жағып қажет емес. Жемісімізді орналастыратын боламыз. Барлығын сіздер жемістеріңізді дәл осылай мен секілді 2-ге бөліп қана істесеңіздер болады, немесе жіңішке етіп турап кессеңіздер де болады. Қалай өздеріңізге ыңғайлы, сол бойынша жасай берсеңіздер болады. Одан кейін қамырымызды видеода көрсетілгенде етіп жинастырамыз. Сіздер басқа да оңай пирогтардың рецептісін YouTube каналымнан көре аласыз. Тіркеліп алыңыз каналыма. Ортасына жинаған кезде видеода көрсетілгенде мен қолмен басып жатырмын. Яғни алдыға қарата үстіне басасыздар. Себебі қазір пешке салғаннан кейін ол көтерілетін болады. Сол кезде ашылып кетуі мүмкін. Сол үшін алдыға қарата итеріп жинайтын боласыздар. Үстіне 2 ас қасық қант себеміз. Осы кезде біз пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. 180-200 градуста қыздырсаңыздар болады. Қыздар, тағы да бір айта кететін жайт, бұл әркімнің пеші әртүрлі. Сол үшін пешіңіздің көлеміне қарай 180 градусқа, мүмкін қатты қызатын болса 180 градусқа, жай қызатын болса 200 градусқа дейін қойсаңыздар болады. Одан кейін бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамызда қызып тұрған пешімізге салатын боламыз. 40-45 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз пісті. Осылай беті жалтырап, теп-тегіс болып пісуі керек. Бұл жерде бізде ең бастысы тестамыз піссе болды. Одан кейін бетіне әсемдік үшін қант ұнтағын себсеңіздер болады, немесе сұйық балды қосып жасасаңыздар да болады. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер. Ас болсын.